Қадірменді оқушылар, ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін жақсы сабағымызды бастайық. Ал енді сабағымызды бастамас бұрын балалар, әр топ жетекшісін тағайындалайық. Бірінші топ жетекшісі Малика, екінші топ үшінші топ Рамиля. Өте жақсы. Әр топ жетекшісіне бағалау қағаздарын беремін. Тез Малика тобыңның атын, балаларыңның санын бәрін жазып қой. Мына жерде берілген тапсырма бойынша бағалау жүйемен немесе өзіміз. Сол сияқты әрқайсыларыңызға жеке бағалау жүйесін беремін. Тапсырма, берілген тапсырма бар. Сол бойынша аттарыңызды жазыңыздар тездеп. Аттарыңызды жазып қойыңыздар әрқайсыларыңыз. Ал балалар рұқсат етсеңіздер, қандай жүйемен бағалаймыз? Бағалау жүйесін 5 балдық жүйемен бағалаймыз, және де өзіміздің күнделікті қалыптастырушы бағалау түрлері тақтада тұр. Өте жақсы. Ары қарай кеттік. Енді балалар өткенді қайталайық, алдыңғы білімді тексеру. Бұндағы критерийлер балалар айтып кетейін. Сұрақтарға дұрыс жауап береді, және де мысалдар келтіреді. Берілген ұяшықтағы сұрақты оқимыз бірінші, дұрыстап жауап береміз, және мысал келтіреміз. Ал енді бірінші топтан бастайық, қай топтан бастайық? Бірінші топтан бастайық. Ал келе ғой. Қайтамыз. Жетінші ұяшық. Сұрағын оқимыз. Пысықтауыш. Жалпы пысықтауыш туралы айтып беріңіз. Пысықтауыш. Кім көмектеседі? Неге деген сұрақтарға жауап берді? Мысал келтіре аласыз ба? Кімге? Әсемге. Пысықтауыш бола ма? Пысықтауыш бола ма? Жоқ, пысықтауыш болмайды. Тұра ғой. Пысықтауыш қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы? Қалай қиын, өте жақсы. Кішкене дұрыс болмай қалды да, ал келесі топ кім айтады? Ал бесінші ұяшық. Бесінші ұяшық. Записі кім не? Мұғалім не үстел. Үстел деген сұрақ не болды? Ал үшінші топ? Алтыншы ұяшық. Көсінші ÖP, AEI, мысалы Кетті, жақсы. Қабылдаймыз ғой, балалар? Жауаптарымды. Топ жетекшілер балдық жүйені ұмытып кетпеңіздер. Бірінші ұяшық. Қандай, қай? Мысалы, әдемі. Сұраққа жауап береді деп толғайтындар, жақсы отыра ғой, жақсы. Келесі. Ал айтамын. Үшінші ұяшық. Қандай сәтті? Жақсы отыра қойыңыздар. Келесі, ал айтамын. Төртінші ұяшық. Қиысу дегеніміз не? Қатты, бастауыш, баяндау. Мысалы, мен не істедім? Мен отырамын. 12-ші ұяшық. Кімге неге сұрақтарға жауап береді? Мысалы, кімге, әсемге неге, мектепке? Тағы да бір сұрақ алады, кімге неге, және қайда деген сұрақ алады. Жақсы, арай. Келесі ал. 8-ші ұяшық. 8-ші ұяшық. Матасуға мысал қойды. Оқушының дәптері, матасы дегеніміз сәйкесеттікпен тәуекел жалғауы. Бірінші сөзде қандай сәйкес? Екіншісі? Тәуекел жалғауы. Жақсы. 9-ші ұяшық. Істердің неше түрі бар? Істердің 7 түрі бар. Мысалы, қашан, кеше. Кеше ол қандай істе болады? Мезгіл істе болады. Жарайды, жақсы. Бәрі толықтап айтсақ та болады деді. Екінші ұяшық. Сан есімнің неше түрлері бар? Сан есімнің 6 түрі бар. Болжамдық, реттік, бөлшектік, жинақтық, топтық және есептік. Мысалы, қаншау, жетеу.
Жидебай қалдық. Жақсы. Ары қарай кеттік. 10-шы. Етістік не істеді, отырды. Не істеді? Және тағы да бір сұрақ қалды. Не істеді? Айтты деген сияқты сұрақ тұрады. Жақсы, отыра қойыңдар. Дайын келесі. Бардың ба? Иә, жақсы. Келесі. 14-ші яш. Атаулы сөйлем, олжай сөйлем бір сөзден ғана тұрады. Мысалы, күн, түн, жаз. Ал қараңғы түн деген атаулы сөйлем болмай ма? Неге? Болады ғой атаулы сөйлем болады. Бір мағынаны білдіреді. Жақсы, отыра ғой. Ал 15-ші яш. Олар білер, дартер, қандай жауап, көп жауап. Мысалы, балалар. Балалар. Жақсы. Келесі. Сөздерін Байланысу. түрі. Неше байланыс түрі бар? Тұш. 5 байланыс түрі бар. Мысал келтірші біреу. Кім айтады? Шал айтады. Мысалы. Жоқ, мысал келтір, мысалы. Жоқ, мысал келтірсейші. Ең кетіп, қиысу болады. Жақсы. Өте жақсы. Өткенді қайталап алдық. Енді сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Балалар, мына суретке мән беріп тұраңыздар. Ой қозғау, иә? Мына көрсетілген сурет арқылы қандай ой жасырылғанын туралы анықтаймыз. Мына бірінші сұрақ. Суретте кімдер бейнеленген? Кім айтады? Суретте кімдер бейнеленген? Тағы да айта қойшысың? Қатты айтпа осынша, иә? Студент бар, және көп үй бар. Бай демейген, иә? Бай адам дейді, бай адам. Оны қайдан көрдің бай адам екен? Қай суреттен көрдің? Бірінші суреттен көрдің, жақсы. Жақсы, тағы да не көрдің? Сарай, отбасы, иә? Жақсы. Тағы да не көрдің? Біз сол жақ суретте бай адамның өмірін көріп тұрмыз. Оң жақ суретінде кедей адам суретті көріп тұрмыз. Суреті ма, несі деп айтамыз? Иә. Кедей адамның суреті ма, несі ма? Өмірі, иә? Тіршілігі, иә? Қолданатын заттары, иә? Өте жақсы. Келесі. Жақсы. Өмір сүреді, иә? Мысалға келтіре аласың, иә? Менің көршімнің жағдайы жамандау, соған көріп, біздің отбасымыздарда теңсіздік бар екенін білдім. Жақсы. Яғни бұдан балалар шығатын қорын көрді. Бұлар қандай адамдар? Бұлар не деп айтамыз? Біздің өмірімізде бар екен, иә? Бай адамдар бар екен, кедей адамдар бар екен. Бұларды қалай деп атаймыз? Жіктелуі тағы да теңсіздік, иә? Теңсіздік. Яғни біздің қоғамдағы теңсіздік, иә? Жақсы. Балалар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыңдар енді? Қандай болады? Иә? Адамдардың бөлінуі мүмкін, иә? Әлемдегі теңсіздік мүмкін. Теңсіздік, иә? Өте жақсы. Енді өздеріңіз бүгінгі тақырыпқа қараңыздар. Жаңа сіздер дұрыс келдіңіздер, қоғамдағы әлеуметтік теңсіздіктің жіктелуі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ашамыз, оқулықтарымызды ашамыз, кітап дәптерлерімізді ашып, бүгінгі 78-ші беттегі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздіктің жіктелуі тақырыбын ашамыз. Неге жазбай отырсың? Жаз. Оқулықты ашамыз. Жаздық па? Жазсақ балалар. Жаңа сіздер жалпы қоғамда болатын теңсіздіктерді айттыңыздар, иә? Бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын кері байланысқа дайындық, иә? Осы сабақ, осы тақырып туралы не білеміз балалар? Кім не біледі? Ал жалпы өздерің біледі, осы уақытта бар екені, бар екені, иә? Өмірде бар екені.
денсаулыққа керек адам және ауру адам. Дұрыс айтады, тек қана байымыз денсаулығы нашар және Жұмыссыздық, белсенсіздік. жұмыссыздықтың бар екенбіз, тағы да не білеміз? Тағы да не білеміз? Адамдардың бөлінуі, бар, жақсы, тез айтады. Әйелдер жұмыс істеп, мүмкін, бірақ еркектер үйде отырады. Әрқалай, енді жағдайына байланысты. Тағы да не білеміз? Теңсіздік деген жалпы тағы не білеміз? Тек қана өмірдегі теңсіздік па, басқа жақта теңсіздік жоқ па? Стандарттың арасында. Дұрыс айтасың, мысал үшін. Мысалы 7-5. Жақсы, тағы да? Мысалы, үйлердің арасында теңсіздік болуы мүмкін. Жаңағы жағдайға байланысты. Жақсы, өте жақсы. Енді келесі білдім келетіні сабақтың соңында отырамыз. Қазір біз ауызша орындадық, енді келесі жолғысын жазбаша орындаймыз. Ендеше балалар, бүгінгі біздің тақырыпқа қажетті жаңа терминдермен танысамыз. Теңсіздік жаңа біраздарыңыз айтып кеттіңіздер, яғни сол не деген сөз? Не ол теңсіздік деген? Теңсіздік деген бөліну, бөліну. Жақсы, дұрыстап айтамыз, тұрып айтамыз, Адамдардың бөлінуі, жіктелуі, қоғамның бөлінуі. Қоғамға сай бөлінуі. Қоғамға сай бөлінуі. Сондай түсіндік, ал әлеуметтік теңсіздік дегеніміз не? Әлеуметтік теңсіздік дегеніміз не? Әлеуметтік теңсіздік дегеніміз не? Сен айта қойшы, әлеуметтік теңсіздік. Қоғамдағы адамдардың бөлінуі. Енді айтсайшы, қоғамдағы адамдардың бөлінуі. Жақсы, тағы да бірдеңе айтсаңшы енді. Денсаулығы нашар болуы мүмкін, денсаулығы шым адамдар болуы мүмкін. Жақсы дейді, жақсы адамдар болуы. Жақсы, ары қарай жұмыссыздық дегенді қалай түсінеміз балалар? Жұмыссыздық дегенді қалай түсінеміз? Жұмыссыздық дегенді қалай түсінеміз? Қалай айтамыз? Қатты айтсаң, жұмысы жоқ адамдар болуы мүмкін. Тағы да осы немене мағыналы шығар? Ақшасы жоқ адам. Білімі жоқ да болуы мүмкін дейді. Сол себептен жұмыссыз болып қалуы мүмкін ба? Сол білімге де байланысты, Денсаулығынан нашар болуы мүмкін. сол себептен жұмыссыз болуы мүмкін. Ал енді балалар өздеріңіз тексерейік. Сіздердің берген жауаптарыңыз дұрыс па? Бірінші топтан оқиыншы, кім оқиды? Ал оқиды. Жұмыссыздық. Дифференциацияның бір түрі. Жұмыссыздық деген бұл да экономикалық құбылыс екен. Жарай ма? Осыны сабақтың соңында жазып аламыз. Жарай ма? Ары қарай кетті. Енді келесі тапсырма. Бері қараймыз. Мына жерде біраз сұрақтар бар, Жаңағы сонымен әлеуметтік теңсіздік дегеніміз не? Әлеуметтік теңсіздік дегеніміз не? Адамдардың бөлінуі және жіктелуі. Сен қаттырақ айтшы, мен білімі деп естіп қалдым жаңа. Отыра ғой, жақсы. Бұл жерде балалар сендердің жаңа критерийді айтпай кеттім, бағалау критерийлері. Сұрақтарға дұрыс жауап береді, өз қарастарысын дұрыс жеткізеді, сабақтың мақсатын болжай алады. Яғни сабақтың мына сұрақтардың соңында біз мақсатын болжаймыз. Ары қарай екінші сұрақ ал жақсы. Бай мен кедей дегенді болмаса, байлықта не қайыр? Кедейліктен? Не залал? Қалай түсінесің? Мен бұны бай адамдардың ішкі денесі таза болмауы мүмкін, кедей адамдардың ішкі денесі таза болуы мүмкін. Деп ойлайсың, жақсы. Ал енді келесі үшінші тағдырдан. Бай кедей, теңсіздік. Сен мынаны бірінші оқысайшы. Қай жерге келдің, мына жерге келдің? Қазіргі заманда Қандай түрінде бар деп ойлайсыңдар. бай кедей деп бөлінуі мүмкін. Тағы да Ауыл еркек, жас кәрі. ауыл еркек, жас кәрі деп бөлінуі мүмкін. Жақсы балалар, бағана бір айтып келген дүниелерді еске түсіре отырып, терминдерімізді де өттіңіздер, еске түсіре отырып, бүгінгі сабағымыздың мақсаты не деп ойлайсыздар? Мақсаты қандай деп ойлайсыздар, Терминдермен танысу. Бірінші терминдермен танысу өте жақсы. Танысып, олардың мағынасын түсіну. Дұрыс айтасың, Фактпен көзқарасты ажырату. Мүмкін мәтінмен жұмыс істейміз. Мүмкін мәтінмен жұмыс істейміз, Тағы да кімнің қосатыны бар ма? Отыр ба? Болжамдау, жақсы. Онда балалар ары қараймыз. Бүгінгі біздің сабақтың мақсаты мынандай екен. Сіздер болжағандай, мына қараңыздар. Тақырыпқа сай терминдер мен жаңа сөздер мағынасын түсіну,
Иә, ары қарай жаңағы мәтінмен жұмыс мүмкін болады деді, яғни мәтінмен жұмыс болады. Негізгі және қосымша ақпараттарды анықтап, фактілер мен көзқарастарды ажырату, мәтін идеясына байланысты анықтау деген осылай мақсат қойылып отыр екен. Ал енді онда ше, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Аудио мәтін. Бірінші балалар бері қарай қарап алыңыздар. Топ жетекшілер балдық жүйелеріңізді қойыңыздар. Оқушылар өздеріңіздің бал тез 3 тапсырма өтілді ме, 2 тапсырма өтілді ме, тез бағаларыңызды қойып алыңыздар. Балық жүйелене өздеріңіз айтысыңыз бойынша оқып па, енді 1 минут бері қараймыз. Мына қараңыздар, мынандай критерийлер. Мәтінді мұқият тыңдаңдар дейді, яғни қазір аудио мәтіндер дейді. Ол жердегі негізгі және қосымша ақпаратты ажыратуларыңыз керек, міндет. Берілген критерийлер. Сурет ішіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды табады, яғни сіздерге сурет беріледі. Суреттердегі мәтін мазмұнына сай сөйлетеді, сөйлейсіздер, яғни суретті көрсеткен соң айту керек. Ары қарай өз көзқарастарыңызды білдіресіздер. Осы 3 критерий бойынша бағалау жүйесі. Келісесіздер ме? Жақсы болды. Онда ше аудио мәтінге мән тыңдайды. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Қалада 3 қабатты зәулім үйде тұратын шіріген байлардың бірі ұлын ауылға барып 1-2 апта болып қайтыпты. Өзінше кедейлердің өмірін көрсетпекші болыпты. Үйіне келген соң әкесі ұлынан сұрапты. Шағын саяхат саған ұнады ма? Иә, әрине. Кедейлер қалай тұратынын көрдің бе? Әлбетте. Ал, енді шағын саяхаттан не түйдің? Не байқадың? Байқағаным, біздің үйде 1, ал оларда 4. Біздің хаузымыз баққа дейін ғана, ал олардың өзен көлдерінің шеті қиыры жоқ. Біздің аулада түнде мұхит асып келген шамдар жанып тұрады, ал олардың бақтарында жұлдыздар жарқырайды. Біздің аулада серуендеуге болатын жер шектеулі, қақпадан шығуға болмайды. Оларда көз жетпес жазық дала бар. Біздің үй тұрған жер өлшеулі, олардың жері көкжиекпен таласып тұр. Біз тамақтың барлығын сатып аламыз. Оларда азық-түліктің барлығы өздерінікі. Біздің үйді тас қорғап тұр. Оларды жан-жағынан достары қоршап жүреді. Әке, біз расымен кедей екенбіз ғой. Әкесі бұл жауаптарға аң-таң болып қалды. Балалар мәтін тыңдадыңыздар. Енді сіздерге мынадай суреттер әдейі жасап қойдым. Осының ішінен ашыңыздар сурет. Осының ішінен негізгі және қосымша ақпарат тез ақылдасаңыз, бірге ақылдасаңыз. Тез. Негізгі үш ақпарат табыңыздар, иә? Үшеу жетеді. Суреттер мәтін желісіне құрылған. Болды. Иә, 1 минут уақыт бітті балалар. Болды ма? Болған топ көтереміз. Кім болды? Қай топ дайын? Дайынсыздар ма? Топ жетекшілер дайынсыздар ма? Жақсы. Бастаймыз онда, иә? Бірінші топ көтерді, бірінші. Екінші ой деңізші, иә, ал. Ал, екіншісін кім айтады? Ал, сен айтамашы. Екінші не? Ол көпі өсі. Ол нәрсені не істейді? Ол ауылға келіп ойланды. Ойланды. Толық жауап береді. Сенсі келісесің бе?
Громче говорите. Я маскаларды алып қойыңдаршы, мен жақсы сөзді естімей жатырмын. Ал жақсы үшінші ақпарат жоқ болса, соны көрсете беріңіздер. Мына балаға берші сөйлесін. Үшінші ақпарат не? Айтыңызшы. Бұл шешім шығарды. Қандай шешім шығарды? Бұл шынымен де кедей екендігі. Деп бала өзіне шешім қабылдады. Дұрыс па, келісеміз ба? Жақсы, бұл негізгі ақпарат, таптық. Ал енді қосымша ақпарат, бұл ауызша жұмыс. Тағы да мәтін желісінен бастаңдар, мәтін желісін. Бірінші не істейді, екінші не істейді, бар еді ғой, иә? Так. Бірінші қайсысын көрсетеміз? Ал айта ғой, сенікі ма, қайсыныкі бірінші, сүйіңкі біреуін ұстап алыпсыздар. Бірінші қайсысын сөйлейсің, қайсысын сөйлейсің? Алғамсega табиғатты көріп, салыстырды. Былай қой, табиғатты көрді, иә? Тағы да нені көрмеді, иә? Жақсы, тазалығын енді ол жерде мәлімдеп, иә, жақсы. Тағы да, ал. Ол көрді, сынды тоқтау, ауылда көп ит бар, өзінде бір ит бар екенін түсінді, иә? Тағы, ал. Сен келісесің бе? Көрсет, ағайым. Жақсы. Тағы, иә. Қалада үйді таспен қоршайды, ауылда достармен. Иә, достармен қоршайды. Қане, бар ма? Иә. Ал мынау не? Ал сенің негізгі мынау ақпаратың не? Ал, қалып қойдың ба? Ауылда барлық тамақты өздері табып, жасап, және оларды жейді. Сеніңізге де дұрыс па? Иә. Мынау қалып қойды ғой, мынау не ақпарат? Мына жерде. Мынау не ақпарат? Иә. Ол не істейді? Иә. Досымен, иә. Оның достары көп, яғни олар үйлерін ақпараттарды жинаймызда қоямыз. Рахмет, жақсы жұмыс істедіңіздер. Енді балалар, бірімізді бағалаймыз. Әркім өзіңді бағалайды, және топ жетекшісін бағалауы. Тез. Содан кейін бар, топ бірімізді бағалаймыз. Бағалап болдыңыздар ма? Жоқ, өзіңізді бағалапыңыздар? Болсақ, болды ғой, енді балалар топтық жұмыс болғандықтан, мына бірінші топты қалай бағалаймыз, екінші, үшінші топ. Смайлинг айтып тұр ғой таптары. Бағалалық. Көтер. Жоқ, қалай бұл топтық жұмыс деген жоқ, бұлар топтық жұмыс істеді ғой. Дұрыс қолдана алмады дейді, е? Келісесіздер ма? Кейбір ақпараттар дұрыс. Сіздердің қолдарыңызда болған қағазды көрсете алмадыңыздар, ол дұрыс айтады, е? Бірақ топтық жұмыс жасалынды. Жақсы. Екінші топты бағалаймыз. Екінші топты, бірінші. Ал айта қой, ал енді. Неге олай бағаладыңыз? Өйткені Ясминадан басқа ешкім сеніп жоқ. Дұрыс деген жоқ, көбіне Ясминді тартып жатыр, е? Кішкене балалар естіңіздер ғой, келісесіздер ғой, е? Сондықтан келесі жолға қабылдап алыңыздар. Ары қарай үшінші топты бағалаймыз. Бірінші, екінші топ бағалайды. Ал енді айта қойыңыз. Бәрі жұмыс істемей отыр. Енді кім істемейді? Бәрі деп айтпаңдар, енді бір-екі адамдың біреуге жұмыс істеп жатыр ғой, е? Солай деп ойлайсыздар. Жақсы. Біразына мен де келісемін. Сондықтан менің топ бағалауым сіздерге төрттік балдық жүйе, е? Төрттік жүйе. Жақсы, ары қарай балалар кетті. Келесі тапсырма. Тағы да топтық жұмыс балалар. Түрлі түсті дөңгелек, шаман келсе дөңгелек, деп қазір дөңгелек ойын ойнаймыз. Бұл жердегі негізгі мақсат қазір бірінші. Мен қазір мынаны айландырамын. Қай топқа қай тапсырма келеді, сол тапсырманы орындайсыздар.
адамның мінездемесін жазасыздар қазір. Алдарыңызда бай адам туралы ойланып алыңыздар, бірінші жазбасын. Кедей мен бай адамды салыстырасыздар. Сіздерге бен диаграммасы, сіздерге жеке дара диаграмма. Және енді соңғысы қалды. Соңғы тапсырма қалды. Кедей адам дара диаграмма. Тез 5 минут уақыт беріледі, балалар. Кетті. Қандай болады? Мінездемесін. Критерий. Балалар, бір минут критерий тыңдап алыңыздаршы. Топтағы адамдар жағымды жағымсыз қасиеттерді жазамыз. Өз ойларын жеткізу, әдемі туыстарды әдемілейсіз. Бастаймыз. Oldu ballar, vakit bitti. Vakit bitti. Mine soğuma gitti. Oldu, toktayız. Olamız, oldu. Ötürüyoruz. Oldu. Енді бәрілерін оқия тұрғаныз. Келіп, екінші топтың. Іштеге жазбаймыз, сөйлеспейміз. Келіп. Тыңдаймыз. Баға қоясыңдар, балалар. Бал қоясыңдар, қазір қатесін дұрыс тауып айтып бағы. Бай адамдар денсаулықтан қорқады. Ақшаны құртудан қорқады. Бай адамдар мүмкін дөрекі болуы мүмкін. Не себепті дөрекі болуы мүмкін? Ақша құртады. Ақша құртады деп ойлайсың, жақсы. Ал екінші біткен, екінші топ, келіңіздер, бірінші топ. Бағалаңыздар, қазір айтасыздар. Кедей
адамның жағымсыз қасиеттері. Оның ақшасы жоқ болуы мүмкін, мүмкіндігі аз болуы мүмкін, жұмысқа мүмкін қабілетті емес болуы мүмкін, аурушаң, үйі жоқ болуы мүмкін. Ал жағымды қасиеттері ол ақылды адам болуы мүмкін, мейірімді, ақшаның құнын білетін адам болуы мүмкін, достары көп, ішкі дүниесі үлкен, рухани байлығы көп болуы мүмкін, өзінің мақсатына жету үшін бәрін жасауға тырысатын адам болуы мүмкін. Жақсы ма? Жақсы. Ал, үшінші топ. Айырмашылығы. Және ортақ қасиетін білдіру. Бай адамдар ешқашан берілмейді. Бай адамдар өмірге қызығушылықпен қарайды. Өзінің қызығушылығына қарап, кәсіп ашады, ешқашан қорықпайды. Және бай адамдар, әлбетте бай достар болады бай адамдар. Кейде адамдар өз ойын дәлелдей алмайды. Кейбір жағдайды күтеді, бүгін болмайды, ертең болмайды деп қорқады бірден істейтін. Және кейбір жағдайда болашаққа деген ықыласы жоқ. Болуы мүмкін. Өзін көп аяйды. Бұл айырмашылығы, кеденің барлығы. Ортақ қасиеттері екеуі де адам, екеуі де мейірімшіл, кейбір жағдайда қайыршыл болады. Және екеуінің ішкі жан дүниесі бай болуы. Жақсы. Өте жақсы балалар, ойларың өте ұнады. Ал енді ондайше ары қарай бағалау жасап жіберейік, иә? Енді бағашы, балаларымызды бағашы. Бірінші және үшінші топ бағалаймыз. Екінші және үшінші топ бағалаймыз. Сары, е? Ұнамай тұр ма? Ал айтамын үшін несін аған жоқ. Тұра. Тарапедисінің қазақшасы? Асығып сөйледі, е? Сол жақсы. Тағы да Олардың кішкентай сүйретілері көп болып қалған. Безендіруі, е? Мынау дұрыс айтады, критерийға мән беріп отырған балалар. Безендіру кішкене нашарлау болып қапты дейді, е? Келісесіздер ма? Қазір. Міне, осы бойынша бағалаулар дұрыс айтады. Ал не себептен жақсы баға қойып отырсың? Айтамын, тез айтшы, не себептен жақсы деп қойып? Жақсы себеп бар. Ойын жақсы жеткізді, е, балалар, келсіздер ғой, жақсы. Бірінші топқа баға береміз. Бірінші топты бағалаймыз. Ал не себептен? Менің ойымша, олар аз мысал келтірді. Аз мысал келтірді. Жеткізе алмады дейді. Жақсы. Қалғандарыңыз не себептен жақсы қойдыңыз? Келсіз? Бір нәрсе жақсы. Айтқандай болды. Жақсы. Ал енді үшінші топты бағалаймыз. Бірінші, екінші топ. Үшінші топты бағалаймыз. Үшінші топты. Ал не себептен Сара? Себебі кейбір мысалдар біздің мысалдармен ұқсас. Айтқанымызды қайталады дейсіңдер, е? Енді бұлар бірақ өздері жазды ғой сендермен қатар, е? Иә, жақсы. Ал не себептен жақсы қойдың? Үшінші топ әдемі сөйледі. Әдемі сөйледі. Негізі жақсы жауап берді, е, балалар? Бәрлеріңіз жақсы жауап бердіңіздер. Бәрлеріңізге көп рахмет. Енді менің бағалауым бірінші топқа жақсы, екінші топ өте жақсы, үшінші топта өте жақсы деген жақсы. Келісесіздер ма? Өте жақсы. Топ жетекшілер бағалауларыңызды ұмытып кетпеңіздер. Топ жетекшілер бағалауларыңызды. Енді балалар, әрбір топтан тақтамен жұмыс жасап жедік, е? Сендердікі қандай еді тақтаның? Кедей адам мына балашам? Аттың қандай мысал? Кедей адамның мүмкіндігі аз болады. Жақсы. Кел, болған жерде тақтадан. Так, сіздерде? Бай адам, жақсы адам. Жақсы адам, жақсы. Мына тақтан елге бөліп жейік балар, е?
Баяндауыш. Бәрілеріңіз дәптерге жазыңыздар, ашыңыздар. Дәптерге жазыңыздар. Балалар, жаңағы терминдер сіздерде оқулықтарыңызда тұр, иә, білесіздер. Аудио мәтінде оқулықта тұр, сондықтан осы оқулықтан жаңа сөздерді жазып аламыз. Мына бастауыш па? Енді дұрыс тапсыз енді анықтауыш бүйтіп түсірші, мынау менің бастауыш. Ал енді балалар дұрыс па? Бері қараймыз. Менің ойымша Қай жері дұрыс емес? өйткені өзіне тереді. Жоқ, не, қай жері дұрыс емес? Бірінші бай адам Жақсы адам екеуі Анықтауыш дейді, анықтауыш дейді. олар Бірге салғатта болады дейсіздер, иә? Бұл енді жеке өзі бөлек істеген, ол да дұрыс, жақсы. Ал енді менде бір сұрақ болып тұр. Мына жерде де адам тұр, мына жерде де адам тұр. Мына жерде неге баяндауыш? Дұрыс айтасың. Қайда уақытта тере қойылса баяндауыш болады, қай сөз табынан болады? Қай сөз табынан болады? Қай сөз табынан? Зат есімде болған кезде, иә, біреу бастауыш, біреу баяндауыш. Келісесіздер ма? Жақсы. Сен бадың? Сөйлем табы ғой, иә? Қандай сөйлем болады? Аха. Сен онда бұрын не десің? Жай сөйлемнің түріне қарай ажыратасың, берейін? Қораны жүрді. Алай да ғой. Кейде адамның мүмкіндігі тартып болады. Кейде сіңісі болады. Ал енді мына жерде баяндауыш бар ма? Баяндауыш аз. Аз болады ма жерде баяндауыш? Болады. Неге баяндауыш болады? Неге баяндауыш болады? Негізгі. Және де қайда тұру? ең соңында. Сөйлемнің соңында. Жақсы отыра ғой, жақсы. Не бар? Бері қараймыз. Неге жай сөйлем? Не, ана, құрбала сөйлемді бастаушы баяндаушы болмай ма не? болады. Өйткені Иә, бір баян. иә, бір бастаушы деп айтып, бір деп, иә, жақсы. Адамдар әртүрлі болады деп, ал оны бөлетін кім? Оны бөлетін кім? Қоғам. Не себептен бөледі? Не себептен кейде адам болуы мүмкін, еркек, әйел, дені сау адам болуы мүмкін. не себептен бөледі деп ойлайсыздар? Не себептен? Қоғамның себебінен болуы мүмкін. Жақсы. Енді топ жетекшілер бағалауларыңызды айтып жіберіңіздер. Ал айтып ғой. Тыңдаймыз. Мен Асқатқа 4 балл қойдым, жалпы саны бойынша. Себебі кейбір бірінші бұл кішкене грамматикадан қайталауды онша жаттап келген жоқ. Маликаға мен 4 балл қойдым, себебі кейде бізге көмектескен жоқ. Ильшат оның тақтада кішкене бір ошибкалар, қателері болды, және бізге кейде көмектескен жоқ, бірақ сонда да оның бізге көмектескені Жауабы жақсы, иә? жақсы, мен 4 балл. Мен өзіме 5 балл қойдым, себебі мен ойлаймын жақсы жауап. Жауап берді. Келісесіздер ме бағаларыңызға? Жақсы, рахмет. Мен
программа көбіне 5 балл. Жақсы, келісесіздер ма? Жақсы балалар, бәрлеріңе рахмет. Мен бәрлеріңіз бағаларыңызға келсем, тек қана мына қыздың бағасына 3 балл емес 4 балл қойсаңыз деп сұраймын. Өйткені 5 балл қойдыңыз ба? Мен оны үшін онда 4 балл қойсаңыз сол дұрыс шығар деп ойлаймын. Арасында кейбір нелер болды. Келіссеңіздер. Ал енді балалар, үйде тапсырма. Дәптеріңізді ашып, үйде тапсырма. Қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік туралы 6-7 сөйлем. Рамиля мен Елшатқа да бар ғой, Малика мен 5 балл қояр едім. Негізі. Сен 4 балл дедің ғой, мен 5 балл қояр едім, кішкене көтерген едім. Елшат пен Рамиляға шығармашылық жұмыс қонағандағы әлеуметтік теңсіздік тақырыбына кесте жазып келесіздер сіздер. Ал сіздер 5-6 сөйлем. Балалар бағана біз сабақтың астында осы толтырғымыз келді ғой. Ал кеттік. Осы сабақта не білдік балалар? Осы сабақта не білдік? Жұмыссыздық бар екен. Адамдардың бөлінуі. Не өттіңдер? Не өттіңдер? Бай адамдар бай болып, бірақ ішкі дүниесі жаман болуы. Не өттіңдер? Теңсіздік туралы өттіңдер. Терминдермен таныстық, бағаласын үшіндер. Терминдермен таныстық. Диаграммамен таныстық. Жақсы. Келесі сабақта не білгілерің келеді? Келесі сабақта ал. Грамматика бар. Енді өзім үшін, ана жерге жазамын қағазға. Тағы да кім не білгісі келеді? Не білгісі келеді? Көбірек білгім келеді. Сендер тез-тез сөйлемесінші, мен дұрыс ұқпай қаламын. Сен не білгің келеді? Немене? Сөздердің байланысы туралы. Жаңа сен қайтесің ғой, жақсы. Тағы да не білгіңіз келеді? Үстеу туралы, бәрі грамматика сұрақ көтіне ойнас. Келесі сабақта әйел мен еркектің теңсіздігі туралы білгім келеді. Жақсы. Мемлекет қандай шаралар қолданады? Мемлекет. Бай мен кедей. Қоғамдағы теңсіздікке мемлекет қандай жағдай жасаса екен дейсіңдер? Өте жақсы балалар, өте жақсы. Көп рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Рахмет. Өте жақсы. Тұрамыз.